адамнан бір нәрсені қабылдаған кезде екі шартпен қабылдайды. Бірінші шарт ол Алладан екен. Екінші шарт адал жолмен келгенін көз жеткізу керек. Енді бірінші шарт Алладан қалай түсінеміз? Мысалы, көптеген адам бір жақсылықты қабылдаған кезде адамнан деп қабылдайды, одан кейін Аллаға шүкіршілік азаяды. Егер біз жақсылықты қабылдаған кезде бірінші Алладан деп қабылдайтын болсақ, елестетіп қараңызшы, жаңа жақсылық жасаған адамға қандай сауапқа ие болады? Бірінші ол жақсылық жасады, одан кейін ол сізге Алланы еске салды. Енді қараңыз, біз адамның жақсылығын сонда өтемейміз бе деген сұрақ қоятын болса, енді өзі әлсіз ғой. Енді өзі әлсіз, ол жақсылық қайтара ала ма, қайтара алмай ма белгісіз. Бірақ шарт қандай? Шарт жақсылықты қайтару емес, сол жақсылықты ұмытпау негізі. Егер біз жақсылықты ұмытпайтын болсақ, онда адамдарда қарым-қатынас одан да жақсырақ болатын негізі. Сол үшін бізде қандай шарт? Яғни жақсылық қабылдаған кезде бірінші Алладан екен, одан кейін екінші адал жолмен келген, одан кейін егер сіз жақсылықты қайтара алмайтын болса, сізде қандай міндет болу керек? Сол жақсылықты ұмытпау деген нәрсе. Жаңа адамға. Неге? Себебі жаңа адам ол себепкер болды ол жақсылық.